Good afternoon, everyone. Today I'm going to show a fragment lesson. The say of my lesson topic Newton's second law. Good afternoon, students. Good afternoon, teacher. How are you? We are fine, thank you. And you? I'm excellent. Okay, sit down, please. Who is on duty today? I am on duty today. Who is absent? Today is absent Marwan Moganay. Okay, sit down. Today we will talk about Newton's law. Бүгінгі сабақ бізде Ньютонның екінші заңы. Сіздер білесіздер, алдыңғы тақырып бізде Ньютонның бірінші заңы болатын, иә? Ал енді бірінші біз топқа бөліп алайық. I will divide you two groups. First group acceleration, second group mass. Берілген тапсырма бізде Ньютонның бірінші заңына екі эксперимент берілген болатын. Бізде acceleration тобынан кім шығады экспериментке? Алина және де Айзере келе ғой. Homework experience number 1. There is a plastic card in the glass with a coin on it. With a shot, click on the card, the coin falls into the glass. Why? Сонда бізге әйнек стакан мен тиын және де пластик қағаз керек, екінші экспериментіміз үшін. Let's do it. If the coin doesn't have any time and to change its speed and falls into the glass. Окей. Не байқадық? Не болды? Яғни тиын өзінің уақытын, яғни жылдамдығын өзгерте алмай қалғандықтан шыны әйнектің ішіне түсіп кетті. Жақсы, жылдамдығын сақтай алмады деген келеді, иә? Жақсы, жарайсың. Екінші бізде Алина. Алина, сенде қандай эксперимент? To experiment, first the movement of the car on the sand, the movement of the car on the fabric, the movement of the car on the glass. Тәжірибемізді жүргізіп көрсек, осы ойыншық машинаны үш түрлі жол бетінде жүргізіп көрейік. Бірінші құм. Екінші бізде мата. Қайтын секілді. Екінші ол бізде стеклянный жол беті. Қандай қорытындыға келсек болады? Жол бетінің қасиеттеріне байланысты үйкеліс неғұрлым көп болса, машина соғұрлым тез тоқтайды. Жақсы. Өткен тақырыпты қайталау негізінде біз Ньютонның бірінші заңына сұрақ-жауап айтатын боламыз. Яғни, ол сұрақ-жауапты қандай ойын арқылы? Крестик, нолик. Бірінші топ сіздер крестик, екінші топ нолик. Жақсы. Қазір сұрақтарыңызды бастаймын. Бірден тақтаға қара, кім жауап береді, сұрағын оқып, жауабын айтатын болсын, иә? Кім бастайды? What else is Newton's first law called? Не деп аталады Ньютонның бірінші заңы? Инерция. Айзере, келе ғой. Кез келген жерге. Екінші сұрақ. Кім оқиды сұрақты? Аружан. Келе ғой тақта. There is a textbook on the table. The reference system is connected to the table. It can be considered inertial if the textbook one is at rest relative to the table. Is at rest or moves evenly on the surface of the table. The second answer is correct. Is at rest or moves evenly on the surface of the table. Дұрыс. Жақсы. Бізде бұл нолик па, крестик па? Қайта барып?
келесі карта. Алина. Which of the scientists formulated the law of inertia? The answer Newton. Окей, дұрыс. Келесі. Choose an example of inertia. Кім белгілейді дұрысын? Талшын? I think the book is on the table. Аха, дұрыс. Соңғы жақ деп сыбырлауда. Сол жақ дейді. Келесі сұрақ. Аружан. In classical mechanics, the laws of motion are formulated for international reference frames in this so. Yes? Yes. True. Қай топ жеңді? Екінші топ жеңді. Өздеріңіз біліп жатырсыздар, иә? Формуласын қарайтын болса, force equals mass multiplied by acceleration. Acceleration ол бізде үдеу. Mass масса. Force күш. CI unit Newton, бұл жерде күштің өлшем бөлігі. Масса бізде килограмм. Acceleration бізде метр бөлінген секунд квадрат, иә? Аха, жақсы. Newton's second law underlines that force actions on the object equals object mass times its acceleration. Формуласын қарайтын болсақ, acceleration equals force divided by mass. The acceleration of an object equals the net force divided by mass. Кішкене сергіту жаттығуын ойнасақ. Ортаға келіп Сергіту сәті бас райт деп аталады. Бұл жаттығуды жасай отырып, оқушылар инерцияның не екенін түсінеді. You are bus passenger. You are leaving from the bus stop. It is a sign winding. You have to show how its position of passenger's body changes in different situations. Okay, first, the bus is gradually gaining speed. The bus is gradually gaining speed. Аха. Автобус жылдамдықты бірте арттыратын болса, бәріміз аталып қайды. Окей. Second, turn left as solar. Аха. Яғни жоғары жылдамдықпен солға бұрылатын болса, біз қайда бұрылдық? Оңға бұрылдық. Тамаша. Turn right at high speed. Turn right. Оңға бұрылсақ, солға бұрылдық. Жақсы. The bus slows down sharply. Автобус күріп баяуласа, алдыға қарай. Окей. Жақсы болған, орнымызға отырайық. Рахмет, Айзере. Жаңа тақырыпты меңгеру үшін, яғни мағынаны тану үшін оқушылар оқулықпен жұмыс жасауда. Мәтінді түртіп алу әдісі бойынша, яғни бұл жұмыс жасалып жатыр. Оқушылар өз бетімен оқып, топта түрткен белгілерін салыстырып талқылайды. Ал енді Ньютонның екінші заңына байланысты есептер шығарсақ. Қазір есептерімізді тақтаға шығарамыз. First problem, what acceleration will a body with a mass of 500 grams a square enter the action of a force of 0.2 Newton? You need given mass 500 gram and force 0.2 Newton and need to acceleration. CI
500 gram equals 0.5 kilogram. Solution. Acceleration equal force divided by mass. Acceleration equals 0.5 divided by 0.2 equals 0.4 mass divided by second. Meter. Meter. Окей. Аружанның есебін тексеріп көрсек. 0.4 meter divided by second square. Жауаптарыңыз бірдей ма? Yes. Окей. Аружан, рахмет. Отыра қойып. Молодец. Қол шапалақтап қойып. A force of 38 informs the body of an acceleration of 0.4 ms. What force will give the same body an acceleration of 2 ms too? We have given. Өлшем бірлігі. 50 килограмм. Шықты ма барлығызда? Жақсы. Боташ, молодец. Жаңа тақырыпты меңгергенін білу үшін оқушылар өз білімдерін нейрпод бағдарламасындағы тест сұрақтарымен жұмыс жасады. Сабақты аяқтасақ, I use an idea method when working on the topic. Today I found out I learning difficult, I could. Яғни қиындық тудырған, оңай, не түсіндіңіздер өздеріңіздің ойларыңызбен бөлісеміз. Қайсар? Бүгін мен білдім. Мен бүгін Ньютонның екінші заңының формуласын білдім. Мен үйрендім. Ньютонның екінші заңы не екен және есептер шығаруды үйрендім. Қиындық тудырды, маған есеп шығару кішкене қиындық тудырды. Қолымнан келді, ол маған мен есептер қиындық тудырса да, мен ол есептерді шығару қолымнан келді. Сегодня на уроке я научилась решать задания с формулой. Today I found out second law of Newton. Today I found out inertia is a resistance of any physical object to any change in its velocity. Сабақты аяқтайық, үйге тапсырма. Ньютонның үшінші заңын төңкерілген әдіс бойынша оқып, танысып, заңдылығын біліп келеміз. Жақсы болса, сау болыңыздар. Goodbye. Hello, my name is Aruzhan. Today I'll tell you about Newton's second law. Let's go. The Royal Kind invited to join the Cry Science Festival in New Line number 5, Canterbury by 5 today. Newton's second law of motion. After a while,
Newton's second law states that the rate of change of momentum of an object directly proportional to the unbalanced force in the direction of force. Energy drink. Force applied by Newton causes the rock to move only slightly. Why don't you try to move the rock? Force applied by the horse causes the rock to move a greater distance. Newton applies less force, less acceleration is produced. Horse applies more force, more acceleration is produced. Hence, force is proportional to acceleration, force, acceleration. Mass of Newton is less, applied force is less. Mass of horse is more, applied force is more.